Бүгін видеосы кетпем. Ассалаумалейкум достар, сендермен Ирема және бүгін бізде новый видеоролик. Егер точнее айтсақ, бүгін бізде новый видео урок болады. Бүгін мен сіздерге қалайша күшті, мощный, әдемі превью жасауды үйрететін боламын. Біз бұл превьюді Photoshop CS6-та жасайтын боламыз. Менің Photoshop'ым 2017 жылғы жарай береді қандай болсын. В общем, қазір мен так достар, енді видеоның темасын айтып кеттім. Енді общий өзім айтқым келетін нәрсені айтайын. Достар, қараңыздаршы, мынанша адам подпискасы, мынанша адам подпискамен менің видеомды көреді. Бұл өте жаман результат деп ойлаймын. Сондықтан каждый көріп тұрғаннан астына түсіп подписаться кнопкасын басып кетейік. Ал енді видеоға кеттік. Ал достар, сендер мінекей менің рабочий столымдасыңдар. Еще дауыс қатты шығып тұрса кешіріңдер, микрофон тур аузымға қойып қойдым. Так, мінекей біз бүгін осы дәл 4 изображениемен жұмыс істейтін боламыз. Біздің бүгінгі жұмыс, яғни превью 3 этаптан тұрады. Ол бірінші, қалай әдемі, күшті, қазақтарский, ютуберлерский обводка жасауды үйрететін боламын. Екінші болса, қалай текст әдемілейді. И үшінші цветокор ана мынау, короче, бәрін үйрететін боламын. Секрет ана мынау. Так, енше PS-ға кіреміз. Менің қолданатын PS 2017 жылғы. Создать. Достар, айтып кететін жай. Тез-тез астыға түсіп подписаться кнопкасын басып кетейікші осы достар. Мен сендерге көрсетемін аяқта қанша процент. Басында көрсетіп кеттім, жарайды кеттік. Так, ширина 1280, высота 720. Дәл осылай қоясыңдар. Создать. Болып шықты. Енді осы жерде файл открыть. И өздерінің жақсы, күшті, жақсы көретін фондарында аласыңдар. Фон любой болуы мүмкін, бірақ қаншалықты разрешение көп, қаншалықты HD качествода, соншалықты ол күшті болып көрінеді. Міне қойдық. Мен осылай қояйын. Так, телефон. Кешіріңдер. Енді дәл осы жерден жасап саяқ. Фильтр. Размытие по гаусу. 5-6 тұра берсін жарайды. Енді тағы да сразу обводканы үйретіп жүрейін. Новый слойға басамыз. Міне осыған басамыз. Сосын кейін кисть таңдаймыз. Примерно осындай бола берсін. Даже 55-ке қойсақ болады мысалда. И, короче, ақ цветте болсын. Бүйтіп обводить етеміз. Жаңағы фонды. Обводканы AliGZ барлық ютубер қолданады. Нұрчаны мысалда. Мінеки шықты. Енді осы жерде біз фильтр, искажение и рябқа басамыз. Болды. Енді біз бұны осы проценттердің орнына 400 жазамыз. 400. Окей. Дәл осы шығады. Енді осы жерден біз редактирование, жаңағы трансформирование и деформация басамыз. И осы жерден жүректеріңіз не қалайды, соны жасайсыңдар. Өте оңай. Осы деформациялайсыңдар, короче. Бірақ негізі мен бұл мен қолданбаймын. Мүлдем қолданбаймын деп айтсам да болады. Сондықтан мен бұл слойды удалить етіп тастаймын. Ал сендер қолдансаңдар болады. Так, енді екінші вырезать. Екінші этап бізде қалай вырезать етемін. Өте оңай вырезать ету. Бірақ кейбір қиын фотоларда бұл дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Міне мен фото. Достар, айтып жүрмін. Стрим жасайын ба, жасамайын ба? Айтыңдар. Маған просто новый камераға ақша жинау керек болып жүр. Нағарыңдаршы, мынандай качество қандай. Быт, ё-моё. Быстрое выделение деген инструмент таңдаймыз и плюсикке басамыз. Енді жүргізіп шығамыз. Теломен, короче. Болды достар, енді дәл осы жерде Ctrl-G-ді басамыз. Мінеки Ctrl-G алынды. Енді бұны өзіміздің слойға апарамыз. И кішірейту үшін Ctrl-T-ны басамыз. Ctrl-T басқанда осындай шығады. Енді кішкене поворот жасайық былайынан. Болды. Какое-то удивление сияқты болып тұрды, достар. Радужный обводка жасаймыз. Бұл радужный обводканы бізде темірлан болады қолданады. Тағы да қалған достар там, если что, на заметку. Ол үшін не істейміз біз? Осы слой 3 мысалда тұрған осы жерде. И қайтадан Ctrl-G етіп, копиясын жасаймыз. И соны астына түсіп, екі рет басамыз да внешнее свечениеге басамыз. Бұл жерде өзгертеміз, размерін кішірейтеміз. Примерно осыншаға шейін.
болды. И мына жерде обязательно экранға басасыздар. Ағылшынша ол скрин деп аталады ғой. Мына слой 3-ті преобразовать smart объектке басамыз. Болып шықты. Енді слой 4-ті біз градиентпен, радужный градиент таңдайсыздар. Мына жерде міне радужный градиент. И ең шетінен бастаймыз да, мына жақтан. Сонына үшін. Болып шықты. Енді alt пен ол жақтағы мышкамен астына қарай әкеп намыжамыз. Болды. Енді біз радужный шықты. Енді қазір мен өзім дайындап қойған превьюшкамды ашайын. Ол бізде мынау. Бұл мен будет на скорую руку. Және көріндім, мен обводка қолдандым, сендер үшін әдейілеп. Контролды кішірейтеміз. Тағы да кішірейтейік. Как будто бұлай жасап қояйық. Міне слойға қайтадан басамыз. Кейін. Ой, енді мына жерде радужный обводканы таңдайсыңдар. Болды. И мына жерде снаружи да. Болды. Окей. Уже әдемі көрініп қалды, достар. Енді открыть. Енді ала салдым. Былайынан. Енді бұны контролды. Короче, вау, ана мынау деген сияқты ғой. Болды. Біреу қойдық. И бұған да және обязательно, достар, бүкіл не керек. Бұл бәрін әдемі қылдырады. Выполнить обводку внутри. Енді не істейміз? Короче, қалай әдемі текст жасап болады. Если что, шрифт бар. Шрифттің аты доброзрачный дейм ба бірдеме. И бұл жерде бүкіл қазақ әріптері доступны да. Мысалда қалай болды. Қалай контролды кетеміз. Бұл қалай превью жасайды дейік. И, короче, восклицательный знак леп белгісі, яғни превью жасайды. Болды, әдемі кетеді. Мен уже ойластырып қойдым қалай істейтінді. Енді қалайға басамыз. Әдемі шрифт жасау үшін тең қосамыз. Смещениесін кішкене бүйтейік. Размах. Свечение керегі жоқ, бірақ выполнить обводку. Радужный қылсақ болады, бірақ мен радужный қылғым келмей тұр. Бәрін радужный қылып жерді кетеді. Непрозрачностьін кішірейтемін. Смещение былайынан. Болды. Енді бұның цветін мен, яғни, қандай қойғым келіп тұр. Үсті мені осында цвет. Үшін бізде қалай дегенді болды. Біз әдемі кетеді намен. Бұны қай жерге қоссақ болады, мысалда. Енді мына домалаққа басамызда цветовой тон, насыщенность. Енді өздерің қалай қарай, қалайсыңдар соны жасасаңдар болады, мысалы. Бұл осымен видеомыз аяқталды, достар. Если что, каналға жазылып, достарыңыз шақырыңдар. Скоро Аваға конкурс болады. Ава оформление каналдарына ұстап беремін. Давайте.